күнде мынау бір әдемі серуенге шығарып бізді Камиляш ханым алып келіп, бізді өте бір рухани азық алып демалып келе жатырмыз. Мынау біздің үкіметіміздің халыққа осыншама жақсы ғимараттар жасап, осындай бақша жасап, халық серуендеп демалсын деп жасап қойған орында бізде демалып, аққуымызды көріп, онда жүзіп жүрген балықтарды көріп, керемет бір жақсы әсерде келе жатырмыз. Енді японский сад дейді, онысын көріп, бір демалып қайтпақшымыз. Бәріңізге апалар, Алла күш қуат берсін. Осындай Камиля шақырған жерден қалмай, өзімізді демалдырып, халыққа да міне ақ кимешегімізбенен сүйсініп, өзге ұлттардың бәрі жүгіріп келіп, видеоларына түсіріп жатыр. Бұның өзі де бір біздің қазақ халқына қалдырған ізгілікті істеріміз деп есептеймін. Рахмет, Камиляш. Бәріңізге денсаулық тілеймін.